Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сүзбе бәліштінің рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Бұны таңғы асқа, бөлек ас ретінде, немесе шайға десерт ретінде ұсынуға болады. Бұл бәлішті үлкендер де және кішілер де сүйсіне жейтін болады. Изюмге ыстық су құйып 15 минутқа қоямыз. 100 грамм творогымызды аламыз. Оған аздап тұз саламыз. Шым-шым тұзымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Мен жұмыртқаны бөліп қойдым сарысынан. Жұмыртқа кішкентай болса 4-еу салуға болады, ал үлкен болса 3-еу салуға болады. Менің жұмыртқам кіші болғандықтан 4-еу салдым. Енді 3 қасық қаймақ салам. 3 ас қасық қаймақ. Үш ас қасық қаймағымды салдым. Секерімізді саламыз. 3 үлкен ас қасық толтырып тұрып саламыз. Жиырма грамм ванилин сахарымыз саламыз. Егер ванилин қосатын болсаңыздар, шым-шым ванилин қосасыздар. Ал ванилин сахар қосатын болсаңыздар, 20 грамм ванилин сахар қосасыздар. 3 ас қасық ұнтақ жармасы, яғни манный крупа. 3 ас қасық қосамыз. Ұнтақ жарманы, манный крупаны. Енді блендермен барлығын араластырып уатып аламыз. Әп-әдемі болып барлығы уатылды. Арасына ауа толды. Мынандай болып әдемі күйге енді. Осындай қылып әбден былғап аламыз. Араластырып. Енді изюмімізді саламыз. Енді 4 жұмыртқамыздың ағын құйып блендермен көпіртіп аламыз. Жұмыртқаның ағын осындай көпірттік, мынандай жерге түспейтіндей болып көпіртеміз. Түспеу керек. Енді сүзбемізге саламыз, жайлап араластырамыз. Екеуін бірге салып жіберуге де болады, немесе осылай жасаған кішкене аздап үлпілдек, нәзік болады. Лимонымыздың цедрасын қосамыз. Лимонның цедрасын жаңа үккіштен өткізіп алдық. Қосамыз. Жайлап, баппен араластырамыз. Неге қараңыздар, қандай нәзік ауа толған болып жатыр. Сүзбеміз. Мынандай табамызға 24 сантиметр майымызды жақсылап жағамыз. Пергамент астына қиып аламыз, мынандай түбі жабыспау үшін.
Üстіп жақсылап егеміз. Жағамыз, түбінен қарымайды. Бастырамыз, саңылау қалмау үшін. Енді 180 градус пешімізге 30-35 минут қоямыз. Бірақ та енді әркімнің пешіне байланысты қарайсыздар. Пісу уақытын. Енді пешімізге 30-35 минутқа қоямын. Арада 35 минут уақыт өтті. Қазір уақыты болды. Қазір қараймыз енді. Мінекей, мынандай ағаш осындай палчыклерді қолданып, ортасының піскен-піспегенін қарауға болады. Мінекей піскен. Піскен, яғни шығарамыз. Торг бұл сүзбе бәлішінің бір ерекшелігі. Піскенде ол көтеріледі. Сүзбенің ауырлығына байланысты, сосын пісіп болғаннан кейін қайтадан отырып қалады. Отырады, мінекей қалай әдемі жарылып піскен. Барлығы ішінің барлығы піскен. Керемет болды.